Ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен косметолог маман Феруза Мырзаева. Бүгін сіздерге қара точканы кетіретін, пораларды жабатын, қандай да бір безеулер болса, соны кетіруге жақсы көмектесетін, плюс әжімді жақсы тартатын универсал маска көрсеткім келіп отыр. Өте керемет универсал маска. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет болады жұмыртқаның ағы. Сосын глина қажет болады, ханымдар. Глинаның кез келген түрін алуға болады. Бүгін мен ақ глина қолданайын деп тұрмын. Глинаны аптекада және де косметика сататын дүкендерден таба аласыздар, өте оңай. Егер әжімге более көңіл бөлгілеріңіз келсе, глицерин қажет болады бізге. Енді масканы бірге жаздық. Ең бірінші жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Мен жарты жұмыртқаны қостым, кішкене алып қалдым. Және оны осындай венчиктің көмегімен кішкене жақсылап көпіртіп аламыз. Міне ханымдар, көпірді кішкене. Енді осы жұмыртқамыздың ағына біз бір шай қасықтай глина қосатын боламыз. Өзі бір шай қасықтай глина қалыпты, екі бөлік. Глинамызды қосамыз. Енді оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне ханымдар, біркелкі болып араласты. Енді кімнің беті майлы, майлылыққа жақын, ешқандай май қоспаймыз. Осы екеуін ғана шағамыз. Ал кімнің беті құрғақтыққа жақын, кішкене жарты шай қасықтай біз глицерин қосып жібереміз. Бетті құрғатпау үшін. Енді жақсылап араластырамыз. Маскамыз дайын, ханымдар. Бұл масканы қалай жағамыз? Тазартылған бетімізге ең бірінші аллергияға тест жасаймыз. Кішкене мойынға немесе құлақтың астына немесе білекке масканы жағып 15-20 минут күтеміз. Ешқандай қызару, ашу, бөрту болмаса, демек бұл аллергия бермейді деген сөз. Бетіңізге ойланбай жаға берсеңіз болады. Бетке жағардан алдында бірінші умывалкамен жақсылап бетіңізді тазартып алған жөн. Одан кейін масканы жағамыз. Масканы жаққаннан кейін жатуға кеңес беремін. Жатып 10-15 минут күтеміз. Ешқандай күліп сөйлеуге болмайды. Жұмыртқаның ағынан жасалған маска кезінде күліп сөйлесеңіздер, әжім түсіріп алуларыңыз мүмкін. Содан кейін барып жылы сумен жуып, артынан міндетті түрде ылғалдандырушы крем жағуды ұмытпаймыз. Бұл масканы аптада бір рет курспен бір ай жасаймыз, яғни бір айда 4 рет жасаймыз. Сосын демалып қайтып жасасаңыздар болады. Кәдімгідей пораларды жинап, бетіңізді тартып, жылтыратып, безеулердің кетуіне де жақсы әсер беретін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерге керемет нәтижелі маскаларды бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Феруза Мырзаева.